Сәлем достар, қалдарың қалай? Мен бүгін сендерге өзімнің саяхатым туралы айтпақшымын. Ең бірінші сіздерге саяхаттамас бұрын сізге ең бірінші керек зат загран паспорт керек болады. Загран паспортты біз Қазақстаннан өзіміздің ЦОНға барып, ұзақтығына байланысты загран паспортқа заявка беріп аламыз. Ең бірінші керек зат бізге загран паспорт, өзіміз шетелге шығу үшін. Олсыз шықпайсыз. Келесі ол елді таңдау. Сізге баратын ел, өзіңге қай ел ұнайды, соны таңдаңыз. Үшіншісі ол сізге билет алуыңыз керек, самолетпен. Обязательно самолетпен билет алуыңыз керек. Ол билетті алдын ала алатын сайттар бар, сол туралы қазір айтамын. Арнайы сайттардан аласыз. Одан кейін барып сізге баратын қонған кезде үйді, отельді таңдауыңыз керек болады. Оның арнайы сайттарын берем сіздерге. Ол үй, отель таңдайсыз, сол жаққа баратын жердің. Оны алдын ала брондап қою керек болады. Ары қарай баратын мемлекетіңіз туралы нені тыңдасаңыз болады. Орел и решка деген передача бар ютубтан. Сол туралы мағлұматтар жинасаңыз болады. Ол жерде арзанға саяхаттаудың және қымбатқа саяхаттаудың екі түрі жол көрсетіледі. Соны таңдаңыз. Арнайы сайттарды мен келесі видеода айтатын боламын. Отельді, билетті қалай оңай және арзан алуға болатындығын. Соны біліп алсаңыз, сізге шетелге шығу оп-оңай болары анық. Ең соңғы мәселе сіздерде ол чемодан жинау керек. Чемоданға артық көп зат ала берудің қажеті жоқ. Неге? Себебі ол жақта сіз оның бәрін қолданбайсыз. Айналдырған бір аптадан артық болып саналады. Сондықтан шағын ғана екі-үш киетін киіміңізді, от души қыдыратын заттарыңызды алсаңыз болды. Самолетке мінген кезде чемоданыңызда артық заттар болса, 100 мл-ден артық нелеріңіз болатын болса, сұйық зат болатын болса, оны аэропортта алып қалады. Сондықтан барынша жеңіл рюкзак астына алыңыз. Сосын 15 килограммнан артық жүк апармауыңыз керек. Егер видео ұнаса, сізге осы каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Жауап берем.